Достар, біз ораза айында көбінесе жасайтын талқан деген тағамымызды басқаша әдіспен де жасауға болады екен. Ол әдісті маған тайландтық латха құрбым үйретті. Кеттік бірге жасайық. Бізге керегі 750 граммдай талқан, сүт, сгущенное молоко, сары май, тұз және құмшекер. Бірінші сгущенное молоконы видеодағыдай құйып, үстінен сүт қосасыздар. Одан кейін 2 қасық құмшекер қосасыздар, бізде қоңыр құмшекер. Одан кейін кішкене тұз қосамыз. Кішкене су қосып, жақсылап араластырамыз. Кореядағы талқанды қуыруға тура келеді, өйткені түсі ақ қоңыр болғанша 30 минуттай баяу отта қуырып алдық. Осынша мөлшердегі майды микроволновкада 1 минутта ерітіп алдық. Талқан дайын болғаннан кейін дайындап алған сұйықтығымызды қосып, жақсылап араластырып, мөлшерлеп мейізді қосып, артынан тағы да сұйықтықты қосып, жақсылап араластырып, үстінен дайындалған майымызды қостық. Соңында жақсылап араластырамыз қайтадан, мінекей дайын болды достар. Ең соңында тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа қоясыздар да шығарып кесіп жібересіздер. Дәмі шынымен де тіл үйіреді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Бұл Кореядағы қазақ отбасы. Менің арнамда Корея жайлы қызықты видеолар өте көп, және де шет елден келген достарыммен бірге қызықты видеолар өте көп. Тіркеліп кетіңіздер достар.